Баршаңызға сәлем, достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге денсаулыққа өте пайдалы асқабақ шырынын дайындап көрсетемін. Асқабақтың ағзамызға пайдасы өте зор, табиғи эликсир десек те болады. Видеоның соңына дейін көріп, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Менде осындай 2 асқабақ, салмағы 2 килограммға жуық. 2 алма, 1 лимон, 2 мандарин. Бірінші асқабақты жуып тазалап тураймыз. Достар, мен сіздерге асқабақтың ағзамызға пайдасы туралы айта кетейін. Асқабақтың біздің ағзамызға өте пайдасы зор. Асқабақ ағзамыздағы зат алмасу процесін жақсартады. Қандағы холестеринді азайтады. Ағзаны витаминдер мен минералдарға толықтырады. Асқабақ ағзамыздағы зиянды және токсинді заттарды тазалайды. Семіздіктен арылуға болады. Ішек жұмысын жақсартып, жүрек бұлшығетін қатайтады. Стрессті түсіреді. Ұйқысыздықтан арылып, ұйқымызды реттеуге болады. Бұл пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллям сүйікті асы. Осы асқабақты өте жақсы көріп жеген. Бұл асқабақтың пайдасы зор. Иммунитетті көтереді, бауырды тазалайды. Енді қарсы көрсетілімдерін айта кетейін. Асқабақтың шырынын ішуге болмайтын жағдайлар бар. Мысалы, асқазанында гастрит, панкреатит, язва, холецистит, қант диабеті болса, ішуге болмайды. Достар, осы асқабақтың нәтижесін көру үшін 1 ай бойына азанда аш қарынға 1 стакан шырынның жартысын, сосын таңғы асқа қалған жартысын ішіп отыру керек. Күніне 200 мг шырын ішіп отыруыңыз керек. Ал енді асқабақтарымызды 4-4 тығып турап, ыдысқа салып, алмамызды турап, оны да асқабақпен бірге қосып салып, үстіне өзімен бірдей ғып сәл асырып су құйып, отқа қоямыз. Және бір жарты сағаттай қайнатамыз. Енді лимонды да кесіп, шырынын бөлек сығып аламыз. Мандаринді де бөлек шырынын сығып аламыз. Кейін осы шырынмен араластыратын боламыз. Достар, егер сіздер менің арнама тіркелмеген, жаңадан келген көрермен болсаңыздар, арнамның дамуына үлес қосып, тіркеліп қоюларыңызды сұраймын. Сіздер үшін тіркелу оп-оңай, ал мен үшін ол өте маңызды. YouTube'дағы қазақ тіліндегі арнамды қолдап, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қоюларыңызды сұраймын. Қайнап болғасын блендердің көмегімен езіп алдық. Жаңағы лимон мен мандариннің согын қостық. Және осыған 200 мг құмшекер саламыз. Және бәрін араластырып, тағы бір қайнатып жіберіп, стерилденген банкымызға осылай құйып жауып тастаймыз. Осы мандариннің орнына апельсин қоссаңыздар да болады. Негізі рецептісін видеоның астына жазып қоямын. Тағы да 1 шай қасық лимон қышқылын қоссаңыздар да болады. Менде ол болмай қалды үйде. Достар, келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын, ауырмаңыздар. Осылай үйде жасап көріңіздер.